Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геоақпараттық жүйелер технологияларын қолдану аясы. Сабағымыздың мақсаты шаруашылық пен ғылым салаларында геоақпараттық технологияларын қолдану маңыздылығын сипаттайды. Бағалау критерийлері жерді қашықтан зерделеудің әдістерін атай алады. Геоақпараттық жүйелер технологияларын қолдану аясын атай алады. Тақырып бойынша кадастр құрастыра алады. Геоақпараттық жүйе дегеніміз не? Осы жөнінде мәліметті видеоматериалдардан көре аласыздар. Ең алғашқы географиялық ақпараттық жүйелер орталығы бүгін Астанада ашылды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде құрылған ғылыми лабораторияда студенттер жер серіктерімен жұмыс істеуге үйренеді. Яғни алдын ала барлау, болжау, зерттеу жүргізетін сала мамандары енді ғарыштық технологияларды да кеңінен қолдана алады. Мәселен, ғалымдар егін шаруашылығында өнімді немесе жердің шығымдылығы мен құнарын жерсерік арқылы бағамдап, тез шешім қабылдауға болады дейді. Жалпы әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орындарында геожүйені қолдану аясы ауқымды деседі. Әсіресе ақш бакалавр дәрежесінде білім алатын студенттер дәрісінің 40%-на осы тәсілді қолданады дейді ғалымдар. Құрама Штаттарда мен өзім оны көрдім. Болашақ агрономдарды, мал дәрігерлерін, зоотехниктерді, олар тек қана біз сияқты жүйелерді, өндірістің жүйелерін оқымайды. Олар космостың мониторингін қалай сараптайды, соның геосистемасын қалай қолдануға керек деп, соның бәрін біледі. Біз де соған келуіміз керек. Міне бұйырса үлкен осындай лаборатория біз ашып отырмыз. Бұған біз Қазақстан ғарыш сапары өте үлкен үлеске қосты. Геоақпараттық жүйе дегеніміз не? Жалпы геоақпараттық жүйе кеңістік бөлінген ақпаратты жинақтау, басқару, талдау және бейнелеп көрсетуге арналған кешен. Геоақпараттық жүйелер қарапайым деректер қорының электрондық карталармен, қуатты графикалық құралдармен үйлесуі. Қолданыстағы технологияларға дайындалған кадрларға сүйене отырып, компания геоақпараттық жүйелер технологияларды қолданып, графикалық және картографиялық материалдарды мыналар үшін әзірлейді. Өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салаларына, көлікке, теміржол және автомобиль жолдары, инженерлік желілерге, сумен жабдықтау, су бұру, байланыс, телекоммуникация, электрмен жабдықтау, экологиялық мониторинг және төтенше жағдайлар, әлеуметтік инфрақұрылымдар. Геоақпараттық жүйе ретінде географияны, информатиканы, ақпараттық жүйесінің теориясын біріктіре отырып, картография және басқа ғалымдар теориясының тоғысқан жерінде пайда болды. Қарапайым тілде геоақпараттық жүйе мәліметтер базасы мен электрондық картаның байланысы болып табылады. Геоақпараттық жүйе өнімдері, геоақпараттық жүйе үлгілері. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыздың тапсырмасына кезек берейік. Навигациялық жүйенің жұмыс жасау қасиетін талдауды ұсыныңыз. Бірінші, TOGIS, InDriver, MapInfo баптауларын қолданушыларды анықтаңыз. Екінші, бұл навигациялық жүйелерді қолданудың маңыздылығына баға беріңіз. Үшінші, геоақпараттық жүйе технологиясының беретін мүмкіншіліктерін анықтаңыз. Келесі тапсырмада геоақпараттық жүйе технологияларын қолдану аясын зерттеңіз. Геоэкологияда, геоэкономикада, геофизикада, геохимияда, демографияда, картографияда. Геоақпараттық жүйе технологияларды күнделікті өмірде геоинфографика немесе тірек-сызба дайындауды тапсырыңыз. Геоинфографиканы келесі дайын шаблонда бар ресурс арқылы әзірлеуге болады.
Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе қосымша мәлімет бере кетейін. Географиялық ақпарат жүйелерінің даму тарихы. Геоақпараттық жүйе 1960 жылдардың соңында дамыса да, соңғы 10 жылда бұл технология өте қарқынды пайдалануда. Мұндай қарқынды дамудың басты себебі әрине есептеу техникасының дамуы болып отыр. Геоақпараттық жүйе пайдаланатын кең көлемді мәнмәтіндік және графикалық ақпараттар, модельдік есептер, сапалы графика машина ресурстарының едәуір талап етеді. Осы уақытқа дейін геоақпараттық жүйе үшін жарамды сипаттамалары бар ЭВМ өте қымбат, әрі оны тек ірі қалалардағы үлкен мекемелер ғана пайдалана алады. Геоақпараттық жүйелердің құрамды бөліктері. Бірінші, ақпараттық құралдар. Қазіргі уақытта геоақпараттық жүйенің компьютерлі платформаларының түрлі типтерінде орталықтандырылған серверден жеке немесе үстел үстіндегі байланысқан компьютерлік желісіне дейін жұмыс істейді. Екінші, геоақпараттық жүйелердің бағдарламалық қамсыздандырылуы географиялық ақпараттарды сақтауға, талдауға және көзбен шолуға қажетті функциялар мен құрал-жабдықтардан тұрады. Үшінші, берілген деректер, қажетті тақырыптық қабаттары бар дайын карталар немесе ғарыштық түсірілімдер, аэрофототүсірілімдер тағы басқа түрінде берілуі мүмкін. Геоақпараттық жүйелердің типтік құрамы бөліктеріне: енгізу жүйесі, графикалық деректер қорын басқару жүйесі, атрибутивті деректер қорын басқару жүйесі, көзбен шолу жүйесі, өңдеу және талдау жүйесі және шығару жүйесі жатады. Геоақпараттық жүйелердің шығару жүйесі мен деректерді беру. Ақпаратты шығару жүйесі: мониторинг, плоттер, принтер, сыртқы жүйелер, магниттік пайдаланушылар, бейнефильмдер мен слайдтар. Ойымызды қорытындылай келе, геоақпараттық жүйеде мәліметтер негізінің көзі ақпаратпен қамтамасыз ету. Мұнда жобаларды ақпаратпен қамтамасыз ету үшін жалпы құнының 90% шығынын қажет етеді. Географиялық карталарды материалдардың көзі үшін пайдалану мәліметтер базасында ыңғайлы және тиімді. Бірінші, мұнда атрибутты сипаттамалар, картографиялық көздерден алынған мәліметтер, екіншіден кеңістікті бейнелеу, үшіншіден қазіргі кездегі материалдарды цифрлік пішінде айналдыру технологиясы. Тапсырмаға кезек берейік. Сөйлемдерді аяқтаңыздар. Жерді қашықтан зерделеу үшін геоақпараттық жүйелердің мүмкіндіктері мен қолдану аясы, кадастр құрастыру үшін қолдануға болады. Осы тапсырманы орындарда мына дескрипторға назар аударайық. Жерді қашықтан зерделеудің әдістерін айта алады. Геоақпараттық жүйе технологияларын қолдану аясын атай алады. Тақырып бойынша кадастр құрастыра алады. Үйге тапсырма. GPS навигация менің өмірімде атты эссе жазамыз. Навигациялық құрылғыларда қандай қосымша функцияларды көргілерің келеді? Ойларыңызды жеткіземіз.